Францияны ерекше дауысымен мойындатқан күміскөмей жез таңдай әнші Әміре Қашаубаев 1888 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абыралы ауданындағы Бегелен тауының етегінде кедей шаруа отбасында дүниеге келген. Орта жүздің тарақты руынан шыққан дейді. Әкесі Қашаубай қарапайым шаруа болған, анасы Тоғжан бар өмірін бала тәрбиесімен үй шаруасына арнаған. Алайда Әміренің әкесі аяқ астынан сырқаттанып дүние салады. Ол отбасының жалғыз тірегі болып қалады. Ерте есейіп, ауыр жұмысқа араласып, жоқшылықты бала кезінен көріп өседі. 12 жасында жергілікті байға жалданып ат айдаушы болады. Әміренің әнге әуестігі бала кезінен байқалады. Ол ән салғанда айналасындағын ұмытып, жан тәнімен тебіреніп тұрып шырқаған. Халық оны жастайынан әнші бала деп атап кеткен. Ел аузына таралып аты шыға бастаған баланы бай-бағландар той-домалаққа шақырып ән айтқыза бастайды. Әміре бір әнді бастаса аяғына дейін бір ғана деммен айтып шығатын деген деректер бар. Себебі оның оң жақ қалқымында өкпенің тұсында дауыс сақтайтын қалтасы бар екен. Ол соған ауаны толтырып бір деммен ән айтқан көрінеді дейді. Кейбір деректерге сәйкес қоянды жәрмеңкесіне алғаш келген Әміре Қашаубаев кәсіби әншілерді көріп, байдың қарамағындағы жұмысын тастап, бар өмірін өнерге арнауға шешім қабылдайды. 1921-24 жылдары Семейде құрылған қазақ жастарының ағарту ұйымына мүше болып, әншілік өнерін шыңдай түседі. 20 жылдары Семейде ес аймақ деген қоғам ұйымдастырылады. Ондағы мақсат көз ашық жастарды мәдениетке баулу, білімге құштарлығын ояту. Мұнда пьеса да қойылады. Сонда Жұмат Шанин Әміре Қашаубайұлын ес аймаққа алып келді. 24 жылы Семей қаласында әншілердің байқауы өтеді. Оған біраз әншілер қатысты. Сондай-ақ 26 жылы әнші Қызылордада ашылған қазақ драма театрының алғашқы актерларының бірі болады. 34 жылы қазақ музыкалық театрына ауысады. Қазақстан композиторлар одағының төрағасы Балнұр Қыдырбек Әміре Қашаубаев 20 жылы театрда әртіс ретінде сахнаға шыққанын айтады. Өнерге 20 жылдардың басында драма актер ретінде келді, бірақ әншілігі басым болса керек. Сондықтан спектакльдерде оған ән салатын рөлдерді ғана берген. Әміренің әнді әуелетіп нақышына келтіріп айтатыны туралы әңгімелер Кремльге дейін жетеді. Осылайша Мәскеуден сол кездегі халық ағарту комиссары Анатолий Луначарскийден хат келеді. Қырғыз әншісі Әміре Қашаубаев Парижде өтетін бүкіл әлемдік көрме аясындағы этнографиялық концерттерге қатысуға келісім бере ме, жоқ па? Шұғыл анықтап хабар беріңіздер делінген хатта. Бұл жедел хат Семей губерниясында үлкен дау туғызады. Ағарту бөліміндегі қызметкерлер мұны ағаттық деп жедел хатқа жауап бермейді. Кейін Анатолий Луначарский өзі қол қойып, екінші жедел хатты жібереді. Менің қырғыз әншісі Әміре Қашаубаевқа қатысты жіберген жедел хатыма жауап беріңіздер. Оның Парижде өтетін концерттерге қатысуы мемлекет үшін маңызды делінген хатта. 25 жылы Франция астанасында өткен дүние жүзі көрмесінде Әміре Қашаубаев ағаш аяқ қанапия, үш дос, жалғыз арша қос балапан, балқадиша және тағы басқа әндерді орындап, күміс медалға ие болады. Париж апталығы газеті мен Le Musical журналы оның сирек кездесетін талант екенін жазады. Ал Сорбонна университетінің профессоры Перно Әміренің орындауындағы бірнеше әнді жазып алады. Сыншылар оны италиялық опера әншісі Энрико Каруза мен америкалық әнші Мария Лансаға теңейді. Париж халқы қазақ фольклорының қуатына қайран қалып, домбыраның құдіретімен әуелеген Әміренің даусына тамсанып, таңдай қағады. Осылайша Әміре Қашаубаев туған жеріне зор құрметпен оралады. Бұл сапар Әміренің жұлдызын жағып, талантын танытқан сапар болса, кейін тағдыр тауқыметін айналады. 27 жылдың сәуір айында ол арнайы шақыртумен Мәскеу консерваториясының залында қазақ әндерін тамылшыта шырқайды. Осы жылы Германияның майындағы
Франкфурт қаласында өткен халықаралық көрмедегі концертке қатысып, қазақтың халық әндерін әлемге паш етеді. Әміре Қашаубаев шетелге шыққан кезде Алаш қозғалысының қайраткері, көрнекті ғалым, Түркістан автономиясының жетекшісі Мұстафа Шоқаймен бірнеше рет кездеседі. Ал кеңес үкіметі Шоқай қашқын, сатқын деген пікірде еді. Кейін НКВД қызметкерлері Әмірені тергеуге шақырып, қырағы бақылауға алады. Әміре Қашаубаевтың тергеу протоколынан біраз мәлімет алуға болады. Біз 25 жылы маусым айының ортасында Парижге келдік. Делегация құрамында 14 адам болды. Қонақ үйге орналастық. Екінші күн бөлмеме Мұстафа Шоқай келді, таныстық. Ол Қазақстан туралы сұрай бастады. Менің оқымағанымды сұрады. Мен кәсіби білімім жоқ деп айттым. Байтұрсынов пен Дулатов жайлы және олардың немен айналысып жүргенін сұрады. Мен Байтұрсынов Қызылордада оқытушы, ал Дулатов жазушы, кітаптар жазып жүр дедім. Мұстафа Шоқай маған өзінің Сұлутөбеде туғанын, туыстарының әлі күнге дейін сол жақта тұрып жатқанын жеткізді. Олармен хат алысып, хабарласып тұратынын айтты. Совет елшісі Красин оған елге қайтуға ұсыныс жасаған, бірақ отанына оралса, қуғын көретінінен қауіптенетінін жеткізеді деді. 1925 жылы Әміре Қашаубаев Франция сапарынан соң НКВД-ның назарына түседі. Ал 27 жылы Қашаубаев тағы да шетелге сапар шегеді. Онда ол тағы да Мұстафа Шоқаймен кездеседі. Оның бұл әрекеті коммунистік партияға ұнамайды. Әнші елге оралған соң оған қатысты ашық және аяусыз қудалау басталады. Әміренің талантына, дарынына сүйсінген Анатолий Луначарский оны тікелей қолдаған еді. Ол кезде Луначарский ағарту наркомы қызметінде. Сондықтан Әміреге ашық тиісуге ешкім бата алмайды. Бірақ Луначарский қатты ауырып 1930 жылы қайтыс болады. Ол өмірден өткен соң Әмірені қудалау басталады дейді Қазақстан композиторлар одағының төрағасы Балнұр Қыдырбек естелігінде. НКВД жендеттері оның үйін еш рұқсатсыз тінтіп, еш нәрсе таба алмайды. Алайда олар түнде әншіні үйінен алып кетіп, жиі тергейтін болады. Қазақ актері Серке Қожамқұлов Әміренің бірде жұмысқа қан жоса болып келгенін жазады. Әміре бірде жұмысқа қан жоса болып келді. Біз не болды десек, ештеңе сұрамаңдар, бәрібір айтпаймын деп жауап береді. Алайда кейін ол түн мезетінде мемлекеттік саяси бірлестік басқармасына барып тергейтінін айтты. Бірі тергеп, екіншілері ұрып соққан. Сондай-ақ осы қылықтарын біреулерге айтса, онда от басыңда оңбайды деп қорқытқан делін. Серке Қожамқұловтың тағы бір естелігінен. Оның Парижден келген жыл еді. Әміре жұмысқа жылап келді. Мен оған не болды дедім. Сендер менен сұрамаңдар, мен айтпаймын. Олар менің отбасымды оңдырмайды деп жауап берді. Сөйтсек, тыңшылар келіп, оны түнде үйден алып келіп, жердің астында қараңғы бөлмеге барған. Онда Мұстафа не деді, не берді деген сұрақтарды қойып тергейді. Кейін көк ала қойдай қып сабайды. Бұл жағдайды маған Әміре жылап тұрып айтты. Ал кеңес композиторы Евгений Брусиловский Әміре Қашаубаевтың қатты күйзеліске түскенін айтады. Операға дайындық жүріп жатқанда Әміре Брусиловскийға барған. Жасыратын түгі де жоқ. Арақтың иісі шығып тұрды. Жағдайы мәз емес еді. Кешегі Францияда ән айтқан Әміремен жанымда тұрған Әміреге көзім сенбей тұрды. Мұны Брусиловский өз естелігінде жазып қалдырған. Тыңшылар Әмірені сондай күйге жеткізген болып тұр ғой дейді тарихшы Жарқын Шәкәрім. Ақыры 1934 жылы Әміре Қашаубаев театрдағы жұмысынан босатылады. Атақты әнші сүйікті кәсібінен қол үзген соң қатты қайғырып, күш-қуаттан айырылады. Композитор-дирижер Ахмет Жұбанов 1934 жылы Әміренің соңғы рет өнер көрсеткенін есіне алады. 34 жылдың басында Алматыда қазақ әндерін граммофон таспаларына жазатын топ келетін болды. Халық ағарту комиссариатындағы жиын қазақ ән өнерінің байқауында айналып кетті. Ең соңында Әміре шығады. Оған дейін ол бір бұрышта басы салбырап отырған. Барлығы Әмірені жиынға келмейді, келсе де ән айтпайды деп ойлайды. Кенет ол басын жұлып алып кеудесін тіктеп,
бір сілкінгенде түрі жарқырап шыға келді. Әуенге елітіп, жан тәнімен беріліп, төгілте жөнелді. 7 ме 8 бе ән орындап, қара терге малшынады дейді естелігінде. Жұбановтың айтуынша, халық ағарту комиссариятының кабинетінде құлақ қарған танадай тыныштық ұнады. Бәрі бастарын шұлғып бір-бірімен сыбырласады. Тіпті Әміре енді ән айтпайды деп сырттан көре алмай жүргендердің өзі еріксіз езулеріне күлкі үйіріп, оған тәнті болғандай кейіп танытты. Әміре болса маңдайынан жауған терді, көзінен үзілген жасты ешкімге білдіртпей сүртті де кабинеттен тез басып шығып кетті. Бұл оның соңғы рет ән салып, талантының соңғы тиегін ағытқан сәт еді деп жасады Ахмет Жұбанов. 34 жылдың 7 қарашасында әнші Қазан революциясына орай Алматыда Қыз жібек операсын қою үшін үлкен премьераға дайындалады. Күләш Байсейітовамен бірге сахнаға шығып, Төлегеннің партиясын орындау Әміренің арманы болатын. Алайда сол жылдың 6 қарашасына қараған түні 46 жасында қақаған қара суықта Алматы көшелерінің бірінен Әміре Қашаубаевтың өлі денесі табылады. Қашаубаевтың жұмбақ өліміне қатысты сан түрлі болжам бар. Оның бірі әншіге удың берілуі. Бірақ бұл болжамды нақтылайтын бірде-бір құжат жоқ. Тек бір анығы, Әміре Қашаубаевтың қазасы кездейсоқ болуы мүмкін емес еді. Өлерінің алдында композитор Ахмет Жұбановпен кездесіп, егер маған бірдеңе болса, балаларыма қамқоршы болшы деп өтініш айтқан. Халық соңғы сапарға Әмірені шығарып салады. Осы уақытта Әміренің жұбайы Ораске жүкті екен. 40 күннен кейін босанып дүниеге ұл бала келіпті. Әміренің достары Иса Байзақов, Елубай Өмірзақовтар қуанып үйіне келіп, сол кішігірім қуанышқа ортақтасқан. Актер Серке Қожамқұловтың өзі ұлдың атын Әміржан деп қоюға ұсыныс айтады. Бірақ нәресте әпақ-сапақты 40 күнге жетпей шетінеп кетеді. Кейін Әміре Қашаубаевтың отбасы жалған жаланың азабын тартады. Сотталмайды, қуғынға ұшырамайды. Бірақ ел ішінде халық жауы деген қаңқу сөз тыйылмайды. Осы азапты ауыр күндерге қарамастан, жұбайы Ораске қыздарын өсіріп бой жеткізеді. Өзі 1953 жылы құрт ауруынан көз жұмады. Ал әншінің қызы Күләш әке жолын қуып музыкант атанады. Әміре Қашаубаевтың таспаға басылған әндері ұзақ уақыт жоғалғандардың санатына жатқызылған. Қазақстанда сақталып қалуы да екіталай еді. Алайда оның жанды дауыспен шырқаған әндерін 1974 жыл тарихшы Жарқын Шәкәрім Мәскеуден табады.